Балалар, қазір сендер бейне материал көресіңдер. Сол бейне материал арқылы сендер бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайтын боласыңдар. Ал мұқият тыңдаңдар. Әрбір саптың таңғалдың ертісіне, тәубеттен тақта отырған тектісіне, Томиристей патшасы бар қайсар халық төзе алмас ешкімнің тектісіне. Мемлекетінің аумағын кеңейту мақсатында Кир патша сақтарды бағындыруды жоспарлайды. Сөйтіп сақ еліне елшісін жіберіп, сақтардың патшайымы Томиристің өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Бұл Кирдің сақтармен соғысуға сылтау іздеген. Патшайым Кирдің ұсынысын қабылдамай, елшіні кері қайтарады. Осыны желеу өткен Кир сақтардың шабуылдаушы тобын алдап қолға түсіріп, Томиристің ұлы Спаргапис бастаған сақ әскерлерін түгел қырғынға ұшыратады. Сүйікті ұлы мен шек бұзар жауынгерлерінің қаралы хабарын алған Томирис Кирге жаушы жібереді. Томирис жаушыға: «Жауыз Кирге сөзіңді мұқият жеткіз. Айламен жеңген жеңісіне желікпесін. Есінің барында елін тапсын. Халқымды жерінен, елімді өз отанынан айыра алмайды. Халқымның кегіне менің ызама тимесін». Балалар, олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай екен? Томирис. Тұмар ханшайым туралы. Иә, Тұмар ханшайым болған екен. Өте дұрыс айтыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тұмар патшайым. Енді сабақтың мақсатымен таныс болайық. Бірінші мақсат тақырыпты ақпарат арқылы болжайды. Біз болжадық па тақырыпты? Жарайсыңдар, болжадыңдар. Екінші мақсатымыз берілген сұрақтарды дұрыс түсініп, лайықты жауап беру. Яғни сұрақ қоямыз, жауап береміз. Келесі мақсатымыз мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша жоба жұмысын жасаймыз. Олай болса, кірісеміз. Қазір сендердің алдарында жаңа сөздер, бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Патшайым. Царица. Тәж. Корона. Тәрбиелейді. Воспитывает. Басқыншылық. Вторжение. Көсем. Вождь. Так. Трон. Семсер. Меч. Ежелгі жазбаларда. Яғни древних писаний деген сөз екен. Осы жаңа сөздер бойынша біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сендердің алдарында суреттер, бірнеше сурет тұр. Осы суреттерге қарап, сипаттама бересіңдер және сын есімдерді қолданамыз. Бұл суреттердің өткен сабақтарға, яғни көшпенділер тайпасына қандай қатысы бар екенін де айтып кетеміз. Бірінші сурет. Кім айтады? Я, Медина? Тәж. Я? Алтын тәж. Сын есімді пайдаланды. Тәжді кім киген? Томирис. Неге Томирис киді тәжді? Жақсы. Келесі сурет, екінші сурет бұл не? Я, Доминика? Бұл так. Ағарай, айта бер. Так, қандай? Әдемі. Бұл Томирис, Тұмар ханшайым. Тақта. Не істеді? Отырды. Себебі неліктен, Нариман? Неге ол тақта отырды, Тұмар ханшайым? Ханшайым болды. Себебі ол ханшайым болды. Өте жақсы жауап. Келесі, мына сурет бойынша ескендік. Бұл ат. Дұрыс. Ал аттың көшпенділерге қандай қатысы бар? Бұл жүйрік. Ол жүйрік, ол ат мықты, я. Қандай қатысы болды көшпенділерге? Кім айтады? Я болса? Өйткені ол көшпенділер атпен соғысқан және олар атпен
атпен көшіп жүрген. Өте дұрыс айтасың. Және көшпенділер атты не істеді балалар өткен сабақта айттық? Иә, Сымбат? Олармен қолға үйретті. Иә, атты бірінші қолға үйреткен көшпенділер екен. Келесі, мынау не? Алита. ол сімсер. Ол семсер. Ол Мықты семсер екен, иә? Иә, оның көшпенділерге қандай қатысы бар? Айта ғой, Олжас. Көшпенділер қылышпен соғысқа барған. Қылышпен соғысты, иә, көшпенділер? Өте жақсы. Олай болса, балалар, дескриптор бойынша өздерінің бағаларыңды қойыңдар. Егер кімде-кім сурет бойынша сұраққа жауап берсе, бір балл алады. Ал егер сын есімдерді қолданып жауап берсе, онда 2 балл алады. Онда 2 деген санның қасына плюс дегенді қойып қоясыңдар. Бағалау парағы алдарыңызда. Келесі тапсырмаға қараңдар, балалар. Илья, балыңды қой. Жарайды. Енді тақтаға қараймыз. Барлығымыз алдарыңызда дәл осы мәтін бар, балалар. Қазір мен оқимын, сендер мұқият тыңдайсыңдар. Өздерінің алдарындағы парақтағы мәтінге қарап отырыңдар. Ал мені тыңдаңдар. Алдындағы параққа қарап отырып, мәтін барысында. Тұмар, яғни Томирис туралы аңыз. Мұқият тыңдаймыз. Сақ патшайымы, Тұмардың есімі ежелгі жазбаларда Томирис деп көрсетілген. Тұмар массагеттердің патшайымы, көсемі болған. Ол массагеттердің патшасы Сыпырдың қызы. Патшайымның анасы Томиристің сәби шағында қайтыс болады. Кішкентай қызды әкесі тәрбиелейді. Томирис бала кезінен әскери іс-қимылмен қару-жарақ пайдаланатын ортада өскен. Әкесімен бірге жаулардан бірнеше рет қашып құтылған. Ал 5 жасынан бастап асау атқа мініп жүрген. 6 жасында қолына семсер ұстап соғыс өнеріне жаттыға бастаған. Парсылардың патшасы Кир шығыстағы массагеттерді жаулап алуды көздеген. Тұмар патшайым Кир патшасының әскерін жеңіп, елін жаудан азат еткен. Оның аты тарихта қалған. Мәтінді түсіндің ме, балалар? Сендердің алдарында мәтін тұр, қағазда, содан тағы да мәліметтер алуларға болады. Енді тапсырма орындаймыз. Мұқият тапсырмаға қараңдар. Тапсырма сендердің алдарында да бар, және тақтада. Бәрін бері қарап тапсырманы түсініп алыңдар. Сендерге ақпараттар берілген, яғни сөйлемдер берілген. Осы сөйлем мәтін бойынша дұрыс болса дұрысқа плюс қоясыңдар, бұрыс болса бұрыс деген жерге плюс қоясыңдар. Және бағалау дескриптор бойынша егер сен қанша сұраққа дұрыс жауап берсең, 1 балдан аласың. Яғни сонша бал аласың. Ал бастаймыз. Балалар, өзі бітірдіңдер ме? Олай болса, жауаптарыңды тексеріңдер. Мінекей жауап. Тексеріп алыңдар. Және өздерінің балдарының бағалау парағына қойыңдар. Келесі тапсырма. Балалар, келесі тапсырмада топтық жұмыс жасаймыз. Тақырып Тұмар патшайым. Мәтін сендердің алдарында бар. Мен қазір сендерге парақ беремін. Сол бойынша сендер жоба жұмысын жасайсыңдар. Қандай жоба жасайсыңдар? Ол сендердің еріктеріңде. Ал бастаңдар.
дайын емес екен. Олай болса, сендер сол келген жеріңнен тұрғаныңдар, айғарай айта бересіңдер. Келіңдер. Келіңдер. Келіңдер, бала, тақтаға келіңдер. Келіңдер, екінші топ. Келе ғой. Ал, бастаңдар. Бастай қойыңдар. Бұл біздің классы. Кім өте ақылды? Тұмар патшайым өте ақылды. Иә. Тұмар патшайым ол сақтар патшайым. Тұмар патшайым бұл сақтар патшайым. Тұмар патшайым керді жауды. Иә. Тұмар патшайым өте әдемі. Ол өте жеңді. Ол жеңді. Кімді жеңді? Тұмар патшайым. Кімді жеңді? Кир. Кир патшасының әскерін жеңді, иә? Олай болса, Тұмар патшайым ханым кім? Ол патшайым, иә? Жақсы, отырыңдар, рахмет. Келесі топ, келе қойыңдар. Келе ғой. Сендер Тұмар патшайым. Тұмар патшайым ол мықты батыр болды. Иә. Тұмар патшайымы соғысқа жеңген және мінген. Атқа мінген, иә? Тұмар патшайым кирді жеңді. Тұмарда сыйлайым томирис. Ол томирис, иә? Жақсы. Отыра қойыңдар, рахмет. Келесі топ. Болыңдар ма? Келе қойыңдар. Жарайды, келіңдер. Келе қойыңдар, тез. Бол тез еткенде. Бағаларыңды, балалар. Дискриптор бойынша бағаларыңды қойыңдар. Чемпиш болды. Жарайды. Ал айтамын. Әкесі тәрбиелеген тыңдаймыз. Тұмар патшайым өте мықты. Тұмар патшайым ақылды болды. Иә. Диастар қандай болған Тұмар патшайым? Жарайды. Қорытындысына не жаздыңдар? Тұмар сақтардың патшайымы. Тұмар сақтардың патшайымы дедіңдер ма? Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Балалар, өздерің дискриптор бойынша бағаларыңды қойыңдар топ жұмысына және бағаларыңды санаңдар. Егер кімде 7-8 балл болса, қызыл қоржынға стикер салады. 6-7 балл болса, көк қоржынға салады. Одан төмен қарай болса, сары қоржынға стикер салады. Келіңдер, стикерлерді алып қоржындарға салады. Бағаларыңды. Осылай біз сабақты бағалаймыз. Иә, жұмыстарыңды маған тапсырасыздар. Бағаларыңды санаңдар. Келе ғой. Тише. Иә, не болды? Ал қойыңдар. Балдарыңды санап қоямыз, иә, балалар? Жақсы. Отыра қойыңдар. Олай болса, балалар, сендерге рахмет. Отырыңдар. Қоңырды анау шетке жапсыздай, анау қоңырға. Мынаған жапсыздан қоңырға. Балалар, сендерге рахмет. Сабағымыз аяқталды.